Елордамызда мұндай мәдени шаралардың кенде емес, Астананың бас театры Қалекиде премьера. Заманауи интерпретациядағы Айман Шолпан музыкалық комедиясы көрерменнің шынайы қошеметіне ие болды. Өткен ғасырда Мұхтар Әуезов жазған пьесаның жаңа режиссерлық шешімдерімен көркемдеген театр ұжымы бұл жолы мюзиклдің өзгеше деңгейін көрсетті дейді тілшіміз Назерке Бұрхан. Ендеше оның арнайы дайындаған сюжетін бірге тамашалайық. Айман Шолпан спектаклінің премьерасы. 19 ғасырда жазылған поэмаға барабанның не қатысы бар дейтін шығарсыз. Бірақ бұл 21 ғасыр және 21 ғасыр режиссерінің жаңа көзқарасы. Кетті! Бір тойда екі жар жоқ, бірақ бір спектакльде екі режиссер бар. Бірі хореографиялық, енді бірі музыкалық бөлігін өз қолына алған. Атақты қаламгер Асқар Сүлейменовтің сөзі бар ғой, пьеса құндақтаулы сәби, оны үлкен азамат қылып өсіретін режиссер деп. Әлбетте. Ол режиссерлық деген ол өте үлкен мамандық. Оған жайдан жай адам бара бермейді, режиссер болып туылу керек. Режиссер ретінде қолға алып тұрған нешінші спектакліңіз? Бұл алғашқы. Дебют деп айтқым келмейді, өйткені мен әлі режиссер ретінде шыққым келмейді. Мен өйткені актермын ғой. Мен бұл жерде солай ситуация солай болғандықтан мен режиссер болып қалдым. Бірақ әлі ол белгілі бір материал режиссердің ішінде бірнеше жылдар бойы, айлар бойы жатады. Оны ойланады, толғанады, содан кейін барып сол жұмысқа кіріседі. Бізде сәл басқаша жағдай болды. Шырын ханым, бұған дейін спектакль қойып жүрсіз бе сіз? Мен үшін жаңа есім болып тұрсыз негізі. Мен 6 жыл жастар театрында балетмейстер болып жұмыс жасаймын. Қазақстан театрларын бойынша қанша осы бүгінге дейін 28-29 спектакль қойдым. Бірақ Қалеки театрында бірінші рет? Бірінші жұмысым Қалеки театрында. Мысалы, мына қимыл қарсылықты білдіреді деген сияқты бірден бар шығар енді сіздерде. Оны мен қазір көрсетсем күлкілі көрінетін сияқты. Арыстан, келіңізші бір нәрсе көрсетіңіздерші. Шынымен де әршіп келіңізсіз. Бұл тамаға болып тұр. Баптап Көрсетеміз бе? Таққа не көрсетесің? Нені? Нанайчы. Таңдан. Қашан ондай теңімбеді, қиталаста жеңібеді. Бұл не білдіреді? Бұл енді Арыстан енді хулиган ғой, сол заманның, сол дәуірдегі шамандық, дұғалау деп біз өзі бұлай. Немен алдық та? Таза емес жолмен жеңуге тырысасыз, е? Иә. Қыздасыр бағыма бәйгеттім. Түске дейін бір осы елде болса, түстен кейін басқа жағы мемлекетте болады, одан кейін басқа мемлекетке ұшып кетеді, сол бизнеспен жүреді. Сондай адамдардың бірі. Бірақ енді сол байлықты қайда шашарын білмей жүр. Қыздарына қарауға қол босамай қала ма байдың? Кім? Маман байдың. Енді қазір сондай ғой заман. Қазір сондай ғой. Бриллианттар, құлақта да, қолда да, галстукте де. Осылай билейсіз я сіз қазір? Әрине. Көрсетіп Жақсы. Нұркен ағаның жары болып ойнайсыз. Өмірдегідей ғой. Солай жиі шығып жүрсіздер ғой, ерлі-зайыпты болып сахнаға да. Сонда жиі деп айта алмаймын. 2-ақ рөл, осы 2-ақ спектакльде екеуміз ерлі-зайыпты. Қалай? Анадай өмірдегі реніш, бір ашу болса, айтылмай қалып жатқан сахнада көрсетіп аласыздар ма?
негізі өмірдегі дүние сахнаға келмейді. Өмірдегі жаңағы енді отбасы болғаннан кейін неше түрлі болады ғой. Ренжісіп қалсақ, ұрысып қалсақ, немесе тағы да басқа жағдай болса, біз сахна татуластырады дейді ғой. Жаңа аяқ қолыңызды қалай дірілдеттіңіз сіз? Жалпы мен сондаймын десең. Көрсетіңізші. Қой. Ол шықпайды ол. Аяқ астынан шыққан бәле ғой олардың бәрі. Аяқ астынан қорыққан кезде ондай нюанстар ондайды көрсетпейді. Негізі көрермен келіп театрға сіздің қалай көріп, қалай істедіңіз деген соны естіп, қалай істеді деп келсе, мен спектакль кезінде көрсетемін. Жастардың талғамын ескере отырып жаңартылған қойылым десек те, аға буынның да көңілінен шыққанына куә болдық. Киімі, құндылықтары, өмір салты өзгерген бұл ғасырлық қазақтарда өткеннен қалғаны мінез екен қарап отырсақ. Кейіпкерлер мінезді, бірінен бір өткен. Уайымдаймыз ғой, қобалжимыз. Қалай болар екен актерларға. Мен көріп отырдым залдан. Сіздің қобалжып нәрсеге алаңдап. Енді өйткені мына жақта музыкасы бар, жаңағы биі бар, актерлық ойындары бар, соның бәрі өз деңгейінде жүрсек екен деп ойлайсың да, бір жағынан енді қобалжып отырасың, ол енді қобалжымаймын деген өтірік болады шығар. Енді қазір енді қуаныш сезім кернеп тұрады ғой бәрі дегенмен. Бұрынғымен салыстырудың мүлде қажеті жоқ. Иә, келген көрермен енді Жаңа кейіпкерлер. иә, жаңағы осы заманғы Айман Шолпан, осы заманғы Әлібек Арыстанды көрем деп келу керек шығар. Шынымен. Сол кезде көңіл көтеріліп қайтады ғой деп ойлаймын. Комедия ғой енді бұл. Көңіл көтеру бұл біздің мақсат жақсы бір көңіл күй сыйлау халыққа негізі. Сол. Мақсат орындалды. Театрда жүздесейік. Әзірге осы сюжетті кешке түсіріп келген кезде жұмыс орнында мен отырған едім, сол кез ерекше әсермен келді. Ол деген театрдың, мюзиклдың жаңа бір деңгейі деген сондай өзінше бір керемет баға берді. Енді біздің жеке өзіміздің театр сыншысы ғой. Иә. Соған қарағанда, құрметті көрермендер, міндетті түрде баруға тиісті жаңағы must have деген секілді бір спектакльдің біреуі екен, сондықтан міндетті түрде барыңыздар.